Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының тапсырмасына сәйкес тұрғындарға құқықтық көмек көрсету және олардың түйінді мәселелерін шешу мақсатында ел аумағында заң керуені акциясы өтуде. Ауылдағы ағайынның мұң-мұқтажына көмек көрсетіп, өзекті проблемаларды заң аясында шешу жолдарын түсіндіретін жиын Құркелес ауылдық округінде де болып өтті. Заң керуені акциясы жергілікті жерде халыққа жедел құқықтық көмек көрсету арқылы қордаланған проблемаларды шешуді, азаматтар арасында құқықтық мәдениет деңгейін арттыруды көздейді. Сонымен қатар заңды құқықтарын іске асыруға мүмкіндігі жоқ әлеуметтік топтарды анықтауда акцияның негізгі мақсаттарының бірі болып саналады. Бүгінгі жиында да заңдық тұрғыдан сауаты болмауының салдарынан жылдар бойы Қазақстан азаматтығын ала алмай жүрген Тегішіл ауылының тұрғыны Нұралы Байназаров өз проблемасымен бөлісті. Тәжікстан Республикасынан көшіп келген қандасымызға аудандық ішкі істер бөлімінің мамандары құқықтық көмек көрсететін болды. Мен көтерген мәселелер жаңағы учаскелік жер болып отыр. Одан кейінгі жол мәселесі ауыл ішіндегі. Одан кейін Байназаров Нұралы деген жігіт. Ол міне әкесі 1994 жыл ма 95 жыл келген. Содан бері енді әкелісі удостоверениесі бар, басқа бала шағасында нелерінде ешқандай документ жоқ. Оны мен өзімнің неммен облысқа дейін барғам. Азаматтық аламай жүрмін. Олар анау дейді, мынау дейді, қайта ол бара беруге, неғыла беруге бұлардың ешқандай шамасы жоқ. Ақшалай жәрдем оларға ешқандай несі жоқ. Сол үшін енді менің прокуратура мемлекеттен берілетін жөргек бұл ондай еш нәрсе аламайды. Мен айтып отырмын, жаңа 20 шақты адам қарамағында. Енді біз қазақты көбейте алмай жатқан кезде қазақпыз деп келген, бірақ ол жаңағыдай шешілмейді. Осыны прокуратура айтыр қолымыздан келгенше жәрдем береміз деді ғой, енді сол жәрдем соларға сөздеріне сеніп жәрдемін күтіп отырмыз. Жалпы басқа да сұрақтар қойдыңыз. Сауалдарыңызға берген жауабы қанағаттандыңыз ба? Енді қанағаттанғанда енді істерімен көрсетеді ғой, содан кейін барып көреміз. Қазірше мен енді ол қанағаттандым деп айтамаймын. Жиынға Тегішіл, Құркелес, Жартытөбе ауылдық округтері мен Көктерек кентінің тұрғындары қатысты. Қазір Абай ауылының бір 40 тұрған батысында. Қазір осы ақырғы 10 жылдың ішінде 650-ден астам үй бар. Где-то 200 азаматтың документтері тура емес, шешімі тура емес, тіркелмеген бұрын. Оны біреуден сатып алған, сонымен енді әзір шешім, әзір мораторий жарияланғаннан кейін шешім шығарып беруге ешқандай рұқсат жоқ. Әзір енді газ келді, елімізге сол газды кіргізу үшін документ тура болмаса газ кіргізбейді. Енді кезінде салынған, біз енді ол газдың орнын бәрін босқаса деп айтамаймыз ғой. Салынды, тұрып жатыр. Сол мәселе бойынша қазір біз жұмыс жасап жатырмыз. Ол не только жаңағы ақ үйлерді, бүкіл аудан бойынша. Осы кемшілік болсаңда да облыс әкіміне ауданның әкімі хат жазды. Бізде осындай проблема бар үлкен. Осындай проблема үй бар, қазір газ кіргізілмей жатыр. Соған рұқсат берсеңіз, біз осы мәселені жаңағы айналысын, осы мәселені шешеміз деген хат кетті. Ол енді біз оларға хабар беруіміз керек қой. Себебі бұл жерде көп жерде жаңағы кейбіреулер жаңағы шешімдері қателік болады, жаңағы жалған болып шығылады. Егер бәрі дұрыс болатын болса, бұл мәселе шешіліп қалады. Себебі біз любом случае заңдастыруымыз керек қой. Ол кезінде заң салынғанмен біз ол енді қазір құжаттарын дайындап, жаңағы земельный комитет бар, архитектура бар. Бірақ оған уақыт керек. Біз себебі бәрі айтып жатырмыз да, әр үйге индивидуально қараймыз да. Ол қалай салынды, қашан салынды, оның құжаттандыруы болады ма? Себебі білесіз ғой, бізде заң талабы бар. Кейбір жерлерде жаңағы жердің қасында үлкен магистральды трубалар өтіп отыр. Үлкен, қысым үлкен газ трубалар өтеді. Кейбір жерде жаңағы высоковольтный септер өтіп отыр. Солардың жаңағы охранный зонасы деген болады. Егер соның бәрі сәйкес келетін болса, мына жерге үй салуға болады дейтін болса, онда біз ол шешімдерді заңдастырып шешім табамыз деп сол жұмысқа біз қазір кірістік. Айта кетейік, көшпелі топтардың құрамында прокуратураның, құқық қорғау органдарының, жергілікті әкімдіктердің және аумақтық мемлекеттік органдардың қызметкерлері бар. Аталған азаматтар ауыл тұрғындарымен болатын кездесулерде барлық сауалдарға тұшымды жауап беріп, жазылған өтініштер бойынша құқықтық көмек көрсетеді. Ондағы түпкі мақсаты елдегі қауіпсіздік пен құқық
құқықтық тәртіпті нығайту үшін азаматтық қоғам мен құқық қорғау органдарының күшін біріктіру, прокуратураның құқық қорғау рөлін іске асыру болып саналады. Нығым Абдрахым, Ерлан Сәрсенбеков, Сәт телеарнасының жаңалықтар қызметі.